Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Видеоның соңына дейін көріп, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Цистит қуықтың өте жиі кездесетін қабынуы. Циститпен ер адамдардан көрі әйел адамдары жиі ауырады. Негізінен цистит қуыққа микроорганизмдердің енуіне байланысты пайда болады. 80-95% жағдайда бұл зәр шығару мүшелерінің жанында орналасқан тік ішекте тұратын ішек таяқшасы. Көбіне гигиеналық ережелерді елемеу мен дұрыс жууға байланысты бактериялар уретраға енеді. Ауруды қоздырушылар ішек таяқшасы, протей, стафилококк, тағы басқа инфекциялар. Олар қуыққа жыныс мүшелері арқылы енеді. Аурудың дамуына қуыққа салқын тигізу, іш қату және ысталған сүрленген тағамдарды көп жеу, ащыны көп пайдалану тағы басқа әсер етеді. Циститтің екі түрі ажыратылады: жедел және созылмалы. Циститтің жедел түрінде адам кіші дәретке жиі барады. Зәр сындырғанда қуықтың тұсы 8 көз сыздап ауырады және ашу байқалады, және де зәрдің қалып қойғаны байқалады. Егер созылмалы түрі болатын болса, оны міндетті түрде дәрігерге көрсеткен жөн. Циститтің жедел түрін уақытылы емдесе, созылмалы түрі болмайды. Циститке ең көп ұшырайтын жаңадан тұрмысқа шыққан келіншектер болып табылады. Цистит емделеді және жазылады. Ол үшін режим және диета сақтау керек. Консерві, ащы соустар, алкоголь, әртүрлі дәмдік қоспалар, ішімдік түрлерін пайдаланбау керек. Жеміс-жидекті көп пайдалану керек. Денені жылы ұстау, қуық тұсына жылу басу, бұлау қабылдау керек. Кейде дәрігер сұйықтықты көп ішуді ұсынады. Себебі бактериялар зәр арқылы сұйықтықпен бірге сыртқа шығып кетеді. Аурудың жедел түрінде дәрігердің тағайындаған емін уақытымен дұрыс қабылдап, дерттің созылмалы түріне ауысып кетпеуіне күш салу керек. Науқас осының бәрін орындаса, аурудан жазылып кетеді. Циститтің алдын алу үшін ең алдымен гигиеналық талаптарды сақтау керек және суықтан қорғану керек. Аяқты жылы ұстау керек және мына тұндырмаларды қолданып жүру керек. Бір шайнекке 3 ас қасық мүкжидекті демдеп, бір күнде 3-4 рет ішесіз. Ол токсиндерді қуады және антиоксидант болып табылады. Екінші, бүлдіргеннің кепкен жапырағын 1 ас қасығын 1 стакан суға демдеп, күніне 2-3 мезгілден ішесіз. Үшіншісі, 1 ас қасық бүйрек жиынтығын 1 бокалға демдеп, оны 1 күнде пайдаланасыз. Осы күтімдерді өзіңізге жасап жүріңіз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Деніңіз сау болсын.